Сәлем, құрметті оқырман. Мен сіздерге Тойкенов Айдар Темірбекұлының «Ала қойлы әлімбай» шығармасының жалғасын ұсынамын. Қонақта күтемін, қонаққа да барамын, тамыр таныс көбейіп, күннен күнге мәртебем арта берді. Бір күні үйіме жолаушылап қонақ келіп түсті. Сұраса келе білгенім сырдың бойын жайлаған бай қазақтардың бірі екен. Мені сыртта есітіп, арнайы іздеп келіпті. Келген қонақты қой сойып күттім. Қызықтың басы осыдан басталды. Қызық болғанда былай: сенің қалай ала қойлы әлімбай атанғаныңды білемін, деді қонақ. Білгендіктен арнайы іздеп келдім. Сені былайғы жұрт Қасқырбай деп те атайды, бірақ сені байтқан сол ала қозы түбі менің малым деп төтесінен бірақ қойсын. Күнгейлік қонақтың тосын сөзіне таңырқап, әрі абдырап қалған мен. Ала қозы сенің малың екенін қалай дәлелдейсің, деймін ғой. Дәлелдеймін, деді қонақ. Менің ала қойларымда сүйекке біткен ерекше таңбасы болады. Сенің бүгін маған арнап сойған қойың ала қойдың тұқымы. Сол қойдың жауырын сүйегін алып кел. Жауырынды күн көзіне тосып қараймыз. Егер жауырыннан бармақтай қара дақ көрінсе, мал менікі, деді. Жиналған жұртқа қызық керек. Дереу жауырынды алып күн көзіне көлегейлеп қарай бастадық. Қонағым айтқандай жауырынның жұқа қанатынан бармақтай қарадақ байқадық. Кезек қараймыз. Көретініміз сол бармақтай қарадақ. Ақыры қонағыма тәнті болмасқа амалым қалмады. Бірақ қырсыққанда сол түні жылқыға қасқыр шауып, әне-міне туғалы жүрген боз биені жарып кетіпті. Дер кезінде жылқышылар араласып, қарыны ақтарылған биені бауыздап, құлынын тірі күйінде үйге алып келді. Мен тағы да аң-таңмын. Қасқырмен дос болып, мал басын көбейткенім болмаса, өмірімде қасқырға мал алдырған адам емеспін. Бұл қалай болғаны? Әлде қонағым құтымды қашырғалы келді ме? Құтты қонақ болса, қойым егіз туар еді. Бұл істе қонағым тағы да көрегендік танытты. Өзі де тегін адам емес екен, ойымды оқып қойғандай. Әй Әлімбай, деп бастады әңгімесін. Сен менен текке күдіктенбе. Саған кеткен бір ала қозыдан менің дәулетім ортайып қалған жоқ. Құдайға шүкір. Мен сенен мал даулап келгенім жоқ. Соны білгейсің. Мұнда басқа бір гәп бар сияқты, деді. Сен талай жыл қасқырмен қоңсы тұрдың, тату болдың, малыңа мал қосып бай болдың. Енді келіп жылқыңды жарып кетсе, бұл тегін емес. Атам қазақтан айтылып келе жатқан әңгіме бар. Бөрі шын жүйрікті биенің ішінде жатқаннан таниды да, болашақ тұлпардың тұяғын жерге тигізбей өлтіреді деген. Тұлпар туса, адымын аштырмай, жон арқасын бұзау тіс, қамшы тілгілейтінін біледі олар. Ал сен қанша жерден қасқырға сенгеніңмен бөрі қашанда бөрілігін жасайды. Дәуде болса, осы боз биенің құлыны сол буынсыз тұлпардың өзі болар. Тексеріп көрейік десін. Мені таң қалдырудан жалықпаған қонағым тегін адам болмады. Күн шуақты шарнасы
шала кеуіп тәлтіректеп тұрған құлынның қасына барды да бел омыртқасын бармағымен басып көріп басын шайқады. Не айтар екен деп есім кетіп аузына қарап мен тұрмын. Қонақ құлынның белін тағы сипады, бас бармағын батыра тағы басты, тағы басын шайқады. Сөйтті де нағыз тұлпар екен, бел омыртқасында буын жоқ, былқылдап тұр десін. Ойбай, буыны қатпаған құлынның белі былқылдамай қайтеді енді деймін. Өзің ұстап көр, деді қонақ. Сенбесең, басқа құлындармен салыстыр. Белін басып көрсең, шоқтығы құйымшаққа дейін ұзын омыртқаның қабырғамен қабысқан тұсы тұтас шеміршек былқылдап тұр. Ал сипағанда қыр арқасы бір тегіс, буыны жоқ, деді. Мұны естіген менде ес қалмады. Мұндайды бұрын кім көріп, кім білген дейсің? Сонымен қойшы әйтеуір. Қонағым тағы бір күн қондырып, өзіне ризашылығымды білдіріп, астына ат, үстіне шапанын жауып, күнгейіне шығарып салдым. Жетім құлынды жаңа туған биеге теліп, ел көзінен тасалап асырай бердім. Бірақ бар ғұмыры бір қар басып үлгеруге ғана жетті. Өзіне арнайылап киіз үй тігіп, қарауылдап жүріп бақсам да, ақыры қасқырға алдырып алдым. Аңдыған қасқыр киіз үйдің іргесін қазып кірген екен. Сертіне берік бөрілер екен. Ақыры дегеніне жетіп тынды. Қап деп сан соғып мен қалдым. Жануар боз биеден туса да, шымқай торы, тұрқы бөлек құлын еді. Бағы жанбай кетті. Қайтейін? Тірі болғанда сөзсіз қазақ даласын дүбірлеткен тұлпар болар еді. Менің бір қолымнан келгені торы құлынның сүйегін адамша жерлеу ғана болды. Осы өздерің көрген ескі қорымның етегіне таман апарып көмдім. Көмерде пендешілікпен қызушылығым артып, қыр арқасын бәкімен тіліп, керісін реп жібергенде, о табай деп жағамды ұстадым. Күнгейлік қонақтың айтқаны дәл екен. Буын жоқ, тұтас ақ шеміршек секілді бірдеме. Одан ары тілгілей беруге дәтім бармады. Топырақпен жауып, басына бір тас үйіп, кері қайттым. Тақымыма тиіп үлгермеген тұлпарға ішім удай ашығанымен, амал нешік, қалған малдың қайырын берсін деп ойлап қасқырға кек сақтамадым. Қайта ырзық несібемді осылардан таптым ғой деп бір қойды өңгеріп қасқырдың апанына бардым. Бірақ олардың әлде қашан ізін суытқаны байқалды. Апанның аузын өрмекші торлап тастапты. Жер ауып кеткен болар деп топшыладым. Арамыз 6 айға жуық аңдысумен өткесін адамзаттан енді жақсылық болмас деген болар. Қайтсын енді. Талай жылғы ескі қоңысымен осылай кетісіп тындым. Қасқырлар кеткесін көп өтпей бұл өңірден де береке кетті. Совет үкіметі орнап, бай біткенді қудалап, оның ақыры атақты Ақырбайдың баласы аштан өлген заман болды. Мені алғашқыда орта шаруаға жатқызып, малыма тиіспеді. Бірақ өз туыстарым қайта арыз жазып, ақыры малымды алып, өзімде жер аударып тынды. Сол баяғы бар болсаң көре алмайтын
жоқ болсаң бере алмайтын ағайынның ісі да. Ағайыннан көңілім қалып кеткен соң ба қайдам, жат жерде жүрген жылдарымда туысты емес ескі қоңсым екі қасқырды көбірек ойлайтынмын. Тағы да болса соларға деген сағынышым кеудемді кернеп тұратын. Неге кетті екен деймін кейде. Тас тұяғы от шашқан тұлпардан құтылғанымен туған жерден ауа көшудің азабын татпады дейміздің жазғандар. Құрметті оқырман, осындай қызықты оқиғаларды тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, лүпіл басып, қолдап кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.